Бір қыз тамаққа тапсырыс берген еді, бірақ ыдысты ашқанда ішінде ештеңе жоқ екенін көрді. Тіпті чекте де ештеңе жазылмаған. Сол кезде ол ыдыстағы жазуды байқайды. Не жегің келсе, соны жазды, ішіне сал. Әрине, қыз бұған сенбей, шағымдану үшін телефон шалмақ болады. Бірақ көрсетілген нөмір мүлде жоқ болып шықты. Қызығушылығы оянып, қыз бәрібір байқап көруге шешім қабылдайды. Қағазға кәуап деп жазып, оны ыдыстың ішіне салды. Кенет жарқ еткен жарықтан кейін оның ішінде шынымен де кәуап пайда болады. Тіпті буы бұрқырап тұр еді. Қыз дәмін көрді, өте дәмді екен. Жартысын жеп болған соң, ол басқа нәрсе жазып көргісі келеді. Сондықтан қалған кәуапты қоқыс жәшігіне лақтырып жіберді. Сосын кішкентай қағаз жыртып алып, қымбат суши деп жазады да контейнерге салады. Бірнеше секундтан кейін расында да қымбат суши пайда болды. Қыз әр бөлігін рахаттанып жейді, бірақ әр тістеген сайын қалғанын қоқысқа тастап отырды. Бірақ бұл да оған аз көрінді. Ол австралиялық омарды да байқап көреді. Кейін интернеттен әлемдегі ең қымбат тағамдарды іздейді. Бір қасығының өзі $700,000 тұратын уылдырықты көргенде қыздың басына бизнес идея келді. Алайда қағазы таусылып қалады, ал басқа нәрселер жарамайды. Сол кезде қыз бір амал ойлап табады. Шкафты ашып, өзі тікелей эфирлерде сататын өнімдерді алды. Қаптамадағы картонды жыртып алып, қағаздың орнына соны қолдана бастайды. Әр жазған сөзі сайын өзін байлыққа бір табан жақындағандай сезінді. Көп ұзамай ол тікелей эфир ашады. Бұрын ол биологиялық қоспаларды сататын, ал енді уылдырық сата бастады. Кейбір адамдар пікірге оның жалған екенін жазуда. Сонда қыз көрермендерге дәлелдеу үшін бір банкісін өзі жеп көрсетеді. Бірақ жегеннен кейін көрермендер қыздың мұрнынан қан кете бастағанын байқады. Сөйтсе қыз уылдырық деп жазғанда қораттың шетіндегі у деген сөзді байқамай қалған екен. Сондықтан пайда болған уылдырық уланған болып шығады.